Баршаңызға сәлем. 1001 кеңес арнасында сізге мотивация беретін 12 кеңес туралы пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, жүрекшені басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Бізге көп жағдайда мақсатқа жету үшін мотивация жетпей жатады. Ақылмен санаға жүгінсек, бәрін түсінеміз. Бірақ кейде жалқаулық жар бермей, бір істі бастап кетуге батылымыз жете бермейді. Сол үшін сізге мотивация беруге жәрдемдесетін 12 кеңесті ұсынамыз. Позитивті көңіл күй. Мотивацияда көтеріңкі көңіл күй өте маңызды. Позитивті адам үшін бір істі бастап кету оңай. Өмірдің түрлі қиындықтарына төтеп беру оңайырақ. Адамдармен достасып, қарым-қатынас құру жеңіл. Егер үнемі ізденіп, талпынып, алға ұмтылып жүргіңіз келсе, тек жақсы істер туралы ойлап, мақсат қойып, соған жету үшін аянбаңыз. Екінші кеңес, шын көңіліңізден шығатын іспен шұғылданыңыз. Өзіңізді ерекше құлшыныспен айналысатын іспен шұғылданып көріңіз. Сіз одан табыс табасыз ба, таппайсыз ба, ол маңызды емес. Өзіңіз қалаған іспен айналысу арқылы өзіңізге қуаныш сыйлайсыз. Шын мәнінде жүрек қалауымен жасалған әрекет қашанда адамға керемет мотивация береді. Үшінші, бағытты ауыстыру. Кейде тіпті өзіңізге ұнайтын іс болса да, мотивация жетіспейтін кезең болады. Онда жағдайда не істеу керек? Сізге бағытты ауыстыру керек. Сіз бір орында тым ұзақ уақыт отырып қалдыңыз. Жұмыс ауыстырыңыз. Не болмаса, ақыл ойға салмақ салатын қызметтен бизнеске ойысыңыз. Мүмкіндігінше басқа іспен шұғылдануға тырысыңыз. Төртінші, өміріңізді күрделендіре бермеңіз. Артық және қажет емес атақтан арылыңыз. Өзіңіз қиялдан құрастырып алған жетістіктен құтылыңыз. Сонда сізде гармония пайда болып, жан дүниеңіз тынышталады. Ертеңгі күнге деген үміт болады. Осының бәрі сізді алға жетелейді. Бесінші, спортпен шұғылданыңыз. Сіз спортпен шұғылданғанда денеңізде эндорфин атты бақыт гормоны өндіріледі. Егер күйзелістің белгілерін байқап, өзіңізді нашар сезінсеңіз, жүгірумен шұғылданыңыз. Спортқа жазылып, бассейнге барыңыз. Спортқа онша ынтық болмасаңыз да, өзіңізді мәжбүрлі түрде көндіріп көріңіз. Себебі бақытқа жетудің тегін әдісі спортпен шұғылдану. Алтыншы, мотивация беретін фильмдер қараңыз. Біздің өмірімізде киноның мәні зор. Мотивация беретін қаншама тағдырлар туралы фильмдер бар. Соларды қараңыз. Жігеріңізді арттырып, мотивация беретін фильмдерден кейін бірден көңіл күйіңіз көтеріліп, пайдалы бір іспен шұғылдануға ынта пайда болады. Жетінші, дұрыс тамақтаныңыз. Таң қалмасқа амал жоқ. Тамақтанудан да мотивация алуға болады. Құнарлы әрі пайдалы ас ең әуелі көңіл күйге, сосын жұмыс күнінің өнімділігіне әсер етеді. Суды көбірек ішіңіз. Көкөніс пен жеміс-жидек көбірек тұтынуға тырысыңыз. Ішкі ағзаны тазалаңыз. Бұл қадам дәрігер мен дәріге көп шығынданудан сақтайды. Сегізінші, жақсыдан үйреніп, жаманнан жиреніңіз. Пайдасыз телебағдарламалар мен ұзын сонар телехикая қарауды қойыңыз. Сары басылым оқымаңыз. Өмірге орынсыз өкпелеуден арылыңыз. Біреуді сынап мінеуден тыйылыңыз. Мұның бәрі алтын уақытыңызды босқа өлтіреді. Одан да бос уақытыңыз шыға қалса, оңаша қалып, өмір туралы ойлануға машықтаныңыз. Тоғызыншы, өзіңізді дамытумен шұғылданыңыз. Мотивация үшін рухани кемелденуге тырысыңыз. Пайдалы әрі жігерлендіретін кітаптар оқыңыз. Түрлі курстар мен тренингтерге жазылып, мүдделес адамдармен араласыңыз. 10-шы, табиғатқа жақын болыңыз. Табиғат аясына шығып, таза ауамен тыныстау қашанда денсаулыққа пайдалы. Гармония мен әлемнің сұлулығын сезіну арқылы ми тынығады. Табиғат ана жанымызды емдеп, көңілімізді сергітеді. 11-ші кеңес, ыдысқа су құйып, терезенің алдына қойыңыз. Құстар су ішсе, сізге рахметін айтады. Бөлмеңізге қорап қойыңыз. Кәдімгі қорап. Біреуді ренжіткен сайын, әлде бір жаманшылық жасаған сайын, әлгі қорапқа белгілі бір мөлшерде ақша салып тұрыңыз. Кейіннен ақшаны садақа етіп таратсаңыз, сізге де, алған адамға да жақсы. Жұмыс орныңызға
банка сатып алып қойып қойыңыз. Бір ой келді ма, идея, бастама, маңызды емес. Кез келген ой бір кішкентай қағазға жазыңыз да сол банканың ішіне лақтыра беріңіз. Кейін шығармашылық күйзелісте отырғанда я идея іздегенде әлгі банканы еске алыңыз. Кәдімгідей көмектеседі. Ең соңғы кеңес, барлық нәрсені жеңіл қабылдап үйреніңіз. Бүгінгі пайдалы ақпаратым кәдеңізге жарасын.